Х. Айырмашылық тек қана мұндай әріп нүкте төменде тұрса, Х әрпінде жоғарыда тұрады. Яғни араб тілінде Х әрпінің 3 түрі бар. Бұл Х, то есть өте қатты жуан шығаруымыз керек. Х. Кейінгі түрі ол Х. Ол тамақтың ортасынан, тамақтың осы жерінен шығады. Х. Одан кейінгі Х, үшінші Х, ол жіңішке Х. Ол жіңішке ауа сияқты, жай ешқандай күш сөз, ешқандай кедергі сөз Х. Солай шығады. Мысалы, хуа, хиа, ол ағылшын тілінде hello деген ағылшын тіліндегі Х әрпімен, яғни келеді, яғни өте жіңішке айтылады. Х әрпі сөздің ортасында алып келген, сөздің басында осылай жазылады. Сөздің ортасында алдыңғы әріпке жалғап аламыз. Сөздің соңында алдыңғы әріппен жалғанып, соңында осылай аяқталады. Келесі Х, яғни Х әрпінің қиын түрі сөздің басында. Осылай келсе, сөздің ортасында қосып алып кетеміз, және сөздің соңында бастапқы жағдайда қалай болса, солай қалады. Яғни бұл бізде сызығымыз болса, дәптердің сызығы болса, сол дәптердің сызығымен жазыңыздар. Әрқашанда сонда әдемі шығады жазуларымыз. Дәл әрпі, сызық болса, ол сызықтың бойымен түседі. Дәл негізгі түрі сөздің басында солай келеді, және сөздің ортасында солай жазылады, және сөздің соңында солай жазылады. Яғни көріп тұрғандарыңыздай қатты өзгеріске түскен жоқ. Неге? Себебі алты әріптердің бірі бұлда өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Дәл з әрпінің бұл жерде де 3 түрі бар. Ол қазіргі көрсетілген көрсетқаным бұл з әрпі, яғни ағылшын тілінде z деген әріп бар. Екі тістің ортасында, алдыңғы екі тісіміздің ортасында з деп дыбысталынады. Сақау з деп айтылады. Дәл әрпіне ұқсас, айырмашылығы нүктесінде ғана. Дәл әрпі секілді, тек қана нүктесімен айырмашылық түседі. Өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды, сондықтан сөздің ортасында және соңында бірдей жазылады. Келесі әрпіміз ро әрпі. Ро әрпі төменге, мысалы, сызық болса, сызық кеткен болса, мына жерде сызықтан төмен түседі. Бастап былай келеді дағынан төменге осылай түсіп кетеді. Ро әрпі. Сөздің басында осылай жазылады, сөздің ортасында осылай жазылады, және сөздің аяғында да осылай жазылады. Сызықтың, мысалы, мына жерде бізде сызық болып берсе, сызықтан төмен түседі. Мына жерде дәл әрпіміз сызықтың бойында, мысалы, бізде сызық деп айтайық, дәптердің сызықтың бойында жалса, дәл зәл әріптеріміз. Ал айырмашылығы ол ро әрпі сызықтан, мынау сызығымыз болса, сызықтан төмен түсу керек. Ро әрпі де өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды жазылады. Ро, за, келесі әрпіміз бізде за әрпі, дәл ро әрпі сияқты жазылады, айырмашылығы нүктесінде. Келесі әріп син әрпі, сөздің басында бұл басқаша жазылады, сөздің басында осылай келінеді. Ал сөздің ортасында алдыңғы әріпке жалғап алып кетеміз. Сөздің ортасында 1, 2, 3 қалып кетеміз. Сөздің аяғында син қандай үлгіде болса, бастапқы негізгі түрі. Сол негізгі түрімен аяқталынады. Келесі әрпіміз шин әрпі. Шин әрпі де син әрпі сияқты, айырмашылығы 3 нүктесінде. Келесі әрпіміз сот әрпі. Сот әрпі сөздің басында осылай жазылады, сөздің ортасында жазылады, және сөздің соңында алдыңғы әріпке жалғанып, бастапқы үлгісінде қалай болды, солай қалады. Мынау сот әрпіміз жуан, со болып шығады, мынау син, ся деп шығады, мынау ся әрпі. Келесі дот әрпі. Дот сөздің соңында осылай жазылады. То әрпі сөздің соңында осылай алып келеміз, бұлай алып келеміз дағына, түсіреміз. Сосын бір таяқшаны қайсыламыз осылай. Бұл то деген әріп. Бұл жіңішке, қарапайым т әріпі. Яғни қазақ тілі орыс тіліне айырмашылығы бұл өте жіңішке оқылады. Тәмір. Мен бұны айтқан кезде біз бұдан кейінгі дыбыстарды т мен а келіп тұрса, егер та деп дыбыстамаймыз, та деп дыбыстаймыз. Яғни өте жіңішке айтылады. Ал мынау бұл то. Яғни тіліміз үстіңгі тістеріміздің артына тию арқылы то деп дыбысталады. То. Та, то. Келесі әрпіміз до әрпі. Дәл осы тіліміз жоғарғы тіске тию арқылы то шыққан жерінен до әрпі шығады. Бұл да жуан әріптердің бірі. Бұл да дәл то әрпі сияқты жазылады, айырмашылығы нүктесінде. Зо әрпі. З әрпіне тоқталып кетейік. З әрпінің де 3 түрі бар. Мынау з әрпіміз бұл қарапайым түрі. Біздің қазақ орыс тіліндегі қарапайым з деген әріп. З деп аталады, з деп аталады. Мынау з әрпіміз бұл з әрпі.
the екі тістің ортасында, the, ал мына әрпіміз бұл the. То есть өте жуан ал,